Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай, дәмді болып шығатын, бір жасағандарыңыздан желініп кететін торт жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Бізге керегі бір жұмыртқаны бүтіндей саламыз, және де 2 жұмыртқаның сарысы. Одан соң үстінен ұнды саламыз, және де қантты салып, жақсылап бір келкі масса шыққанша араластырып алатын боламыз. Одан соң үстінен қайнап тұрған сүтті осылай аз-аздан құйып, сұйықтатып алатын боламыз жұмыртқаны. Осылай жұмыртқа өз-өзіне келгеннен соң ыдысымызды сүтті ысытқан ыдысқа ауыстыратын боламыз. Және де газдың астын орта отқа қойып, қайнататын боламыз қоюланғанша. Міндетті түрде араластырып тұру қажет. Араластырмасаңыз комочектер пайда болады, немесе асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай міне қоюланған кезде уже ала берсек болады. Оттан алып, үстінен сары май саламыз. Оны жақсылап тағы да араластырамыз. Міне бізде осындай масса шығуы қажет. Одан соң бетін пищевая пленкамен жауып, салқындатып, салқын жерге қойып қоямыз. Ол уақытта корждарымызды дайындайтын боламыз. Бізге керегі ұн, одан соң кофе немесе какао, және де қант, разрыхитель, сода. Енді жақсылап араластырамыз. Үстінен 2 жұмыртқаны саламыз, сұйық майды, және де салқын сүтті құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз қоюланғанша. Одан соң үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Тағы да жақсылап сұйықталғанша араластырамыз. Міне біздің корждарымыздың массасы осындай болып шығуы керек. Енді 15 минутқа қалдырып қоямыз. 15 минут өткеннен соң пісіретін табамыздың астын қыздырып, осылай домалатып құйып, шамамен 5-7 минут шамасындай пісіріп аламыз. Бетін жабамыз. Осылай бетінде тесікшелер пайда болғанда келесі бетке аударып 2 минутқа тағы да қойып алатын боламыз. Корждар міне осылай пісіп шығады. Енді барлығы дайын болғаннан соң осылай жинаймыз. Кремді 2 қасықтан саламыз әр корждың үстінен. Осылай барлығын даярлап жинап аламыз. Жинап болғаннан соң холодильникке 1 сағаттай шамасына қойып алсаңыз болады, немесе қоймай бере берсеңіз де болады. Себебі біздің креміміз өзі қою, ешқандай ағып кетпейтін болады. Осылай ең соңғы бетін қабатын жинағаннан соң үстін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Шоколадты үгіттеп сеуіп, немесе ерітіп қойсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады бұл торт. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай өкінбейсіз. Отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Бұл тортты жасауға шамамен 1 сағаттай уақытыңыз кетеді. Бірақ сол уақытқа тұратын торт. Сондықтан жасап, дәмін татып көріңіз. Егер де жасап жатсаңыз, ас болсын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытып кетпеңіз.